Қайырлы күн достар. Бүгінгі видео бір бөлікке саяхат жайлы болмақ. Біз осылай 8 адам болып келдік және 5 кішкентай. Мына қыздардың барлығы мен 11 жыл бірге оқыған сыныптас құрбыларым. Жалпы Шымкент қаласынан 1 сағаттан аса уақытта жетіп қалдық. Ал енді мынау демалыс орны. Бір көлікте өте көптеген демалыс орындары бар. Зона отдыха дейміз. Оны сіздер жаңағы интернеттен немесе инстаграмнан тапсаңыздар болады. Өте керемет жер, бізге барлығымызға ұнады. Осындай бассейні бар. Біз бір коттеджді бір күнге жалдадық. 8 адамға, негізі коттедж 6 адамдық орын, бірақ қосымша дивандары бар. Бір күн бұрын қыздар азық-түлікті алды. Мұнда ең бір минус десем болады, холодильниктері кішірек екен, шартысы симай қалды. Ал енді осы коттедждің ішін сіздерге көрсететін боламын. Кірген кезде оң жағымызда бірінші қабатта жатын бөлмесі, осында 2 кровать бар. Барлығы өте таза, ыңғайлы, барлығы уютно дейміз ғой, бір сөзбен айтқанда. Содан кейін мұнда жуынатын бөлме. Мұнда біздің қыздар тамақ дайындауға кірісіп жатыр. Негізі біз келгеннен кейін сразу шайымызды ішіп алған болатынбыз. Енді мынау тамаққа дайындық. Содан соң енді 2-ші этажды көрсететін боламын. Осылай балалардың бәрі ойнап, емін-еркін жүр. Енді мында біздің қыз, мына мен 3-ші қызым кішкентай, есімі Айым. Ал енді 2-ші қабатқа көтерілген кезде осындай жатын бөлмесі бар. Одан кейін шыққаннан кейін тағы да бір душевая дейміз ғой, жуынатын бөлме. Және тағы да жатын бөлмесі бар. Жалпы санағанда 6 адамдық орын. Астыңғы этажда 1, үстіңгі этажда 2. Бірақ астыңғы этажда тағы да қосымша дивандар бар. Ал енді мұнда балкондағы көрініс ерекше, себебі таулар анық көрініп тұрады. Етін саламыз, қазанды пирогымыз бар, үстіне пиязды саламыз. Айым, помощник повара, номер 1. Ал енді асқөттерімізді салып шығамыз. Осылай ірі-ірі бұрамын. Көбейтіне орамдандақты қойып шығамыз. Жалып шығамыз, сонымен баяу өтті өзі ұқтырылып. Вайба, жака. Шашлыкке место қалмайды ау осы бізге. Киімді ауыстырмаған ба? Аппақ көйлекпен. Екілерінде саламызды. Жалпы коттеджді алған кезде бізге осылай қосымша тамақтану үшін тапшан берілді. Осылай керемет табиғат аясында біз тамақтандық. Арасында бассейнге түсіп үлгердік. Сонымен қатар балаларды осындай ойнайтын алаңына келіп ойнаттық.
Жалпы мен қыздарыма біркөлі қатты ұнады. Көбісі бірінші рет келіп тұр екен. Ал кешке қарай мен осы ауылға келін болғандықтан үйге қайтуыма тура келді. Қыздарым осындай керемет шашлык дайындады. Оны енді мен дәм татып көре алмадым. Сонымен қатар Дана деген құрбымның ұлының туған күні екен. 12-ден кейін осылай керемет етіп барлығы жабылып құттықтапты. Осымен достар, сіздермен қоштасамын. Назарларыңызға рахмет.